Мен Айданаға үйленгенде бар өмірімнің мәні сол сияқты көрінді. Ақылды, әдемі, өз ісін білетін қыз. Бірге кафеге барып, бірге сериал қарап, болашақта балалар туралы армандайтынбыз. Бірақ бір күндері ол достармен кофе ішіп келем деген сайын, түннің бір уағына дейін келмейтін әдет шығарды. Бір күні телефоным байқаусызда ашып қалдым. Brixbet, Paramatch, Musto деген қосымшалар менің әлемімді төңкеріп жіберді. Ақша қайда кетіп жатыр деп жүргенімде, бәрінің жауабы осы жерден табылды. Ол жай ғана қызық үшін деп ақталды. Қайтарам, тек тағы бір мүмкіндік бер деді. Бірақ ол тоқтамады. Жасырын несие алды, менің атыма да онлайн қарыз рәсімдеді. Үйдегі теледидар тіпті алтын сырғасында ломбардқа өткізген екен. Үйде ұрыс, жылау, кешірім сұрау күнделікті әдетке айналды. Мен таңға дейін ұйықтамай, қайда қателестім деп ойлай беретін болдым. Айданамен бірге өмір сүрген әр күнім үміт пен үрейдің арасында өтетін. Талай рет уәде етті, құмар ойынға енді жоламаймын деп. Ал мен әр жолы сендім. Себебі арамызда бала бар еді. Сол періштенің қамы үшін барлығына төзуге тырыстым. Бірақ бәрінің шегі бар екен. Соңғы кездері Айдана ақшасыз қалғанда менің анамның үйіне барып келуді жиілетті. Қайран анам ауылда пенсиямен күн өтіп отырған момын жан. Технологиядан бейхабар, кәсіпі мен несиеге сеніп қалғаны өз алдына бір трагедия. Бір күні анам қолына бір бума қағаз ұстап дірілдеп келді. Балам, мен несиені қашан алдым? Маған мына қағаздар не үшін келген деді. Сол сәтте жан дүнием қақ айрылды. Тексерсем, бәрі рас. Несие анамның атынан рәсімделген. Қалай алдап қол қойдырғаны беймәлім. Мүмкін телефонға код келді, жай тіркеу деген шығар. Мүмкін осыған қол қойсаңыз, ақша түсет деген болар. Не десе де, анам сенген. Ал Айдана сол ақшаны баяғы құмар ойынның құрдымына тастай салған екен. Бір айдан соң әйелім ұшты күйлі жоғалды. Байқауымша несиенің алғашқы төлем уақыты жақындағанын білді. Ал мен анамның жылағанын, күні-түні, балам, менің кесім, деп өзін кінәлағанын тыңдаудан шаршадым. Жаным шырқырады. Сол күннен бастап Айдананы іздеуді қойдым. Тек балама қарап отырып, бір сәттік сенімнің қандай қайғыға айналатынын ойлап отырам. Ал анам қазірде таң ата кәспе деген сөз естілсе, жалт қарайды. Анамды сабырға шақырудың өзі күн сайын қиындай берді. Пенсиясының жартысын банкке құйып отыр. Жетпей қалса, мен жүгіріп қарыз жабам. Ішімде ашу. Бірақ енді кімге ашуланам? Әйелім ізім қайым жоқ, телефоны сөндірулі, туыстары да білмейміз деп жалтарып отыр. Кейде балам анасына ұқсап тәтті күлгенде жүрегім езіліп кетеді. Анаң қайда деп сұрай. Не деймін? Анаң бізді тастап кетті десем, жүрегіне жара салам. Сапарға кетті деймін, өтірігімді көзім әшкерелеп қояды. Күндердің күнінде бір танысым хабарласты. Әйеліңді Шымкенттен көрдім деді. Қайда? Қалай көрдің? Дедім. Бір кафеде даяшы боп жүр екен. Атын Айгүл деп жазып қойыпты. Жанымдағылар тоқтатпақ болды, бірақ мен жолға шықтым. Барып таптым. Расында да ол. Шашын бояп, өңін өзгертсе де, көзіндегі мұң таныс еді. Көрген сәтте не ашу, не сағыныш келді, түсінбей қалдым. Бірақ ең ауыры, кешір мені дегені болды. Анамның көз жасын қалай жуасың? Дедім. Мен де қашқым келген жоқ. Бірақ өзімді тоқтата алмадым. Жүйкем жұқарды. Мен құмарлықтан емес, әлсіздіктен қаштым деді. Сол жерде үндемей бұрылып кеттім. Бұл жолы мәңгілікке. Өйткені мен кешіруді емес, ұмытуға тырысып жүредім. Ал оны көрген сайын анамның көз жасы, баламның мама дегені, жүректегі жара қайтадан жаңғырады. Қазір анам ептеп тәуір. Несие де азайды. Балам мектепке барады. Мамам келмей ме деп сұрайды. Не дерімді білмей, жауапсыз қалдырамын. Күндер өтіп жатты. Анам баяғыдай көп сөйлемейді. Бірақ көзіне қарасам, бәрін айтып тұр. Кешке шай ішіп отырып, бәрі жақсы болады, балам. Менің көргенім сенің өсуіңе себеп болсын дейді. Кешір, мама. Сені қорғай алмадым деймін үнсіз. Сен мені қорғайсың, балам.
қазір қорғап отырсың. Бірге жүргеніміз соның өзі қорған. Ал балам, ол да өсіп келеді. Әр туған күніне анасы келмесе де, есіктен кірген әр адамға үмітпен қарайды. Бір күні үйге бір әйел келіп зат сұрап тұрғанда, балам жүгіріп келіп, «Мама», деді. Жүрегім шым ете қалды. Әлгі әйел шошып қарап қалды. Балама күліп, «Жоқ, ол қонақ қана», дедім. Сол сәтте ұлым басын төмен түсіріп, «Мама енді келмейді». «Иә», деді. «Мама бар. Бірақ ол алыста. Ал біз екеуміз жақынбыз», дедім. Ұлым мені құшақтады. Сол құшақ мен үшін бүкіл өмірдің мәнін алмастырды. Әйелімнің кетуі тағдырдың соққысы шығар. Бірақ бұл менің күйреп қалуым емес. Керісінше, мен қайтадан тіріліп келем. Анама сүйеніп, ұлыма арқау болып. Өмір біреуді жоғалту арқылы үйретеді. Бірақ біреуді сақтау арқылы адам қалады. Соңы